Құрметті достар, бүгін 9-шы бөлімімізді жалғастырамыз. Оның аты область веб видимости bin of Spring деп аталады. Оның жаңағы қазақшасын аударып көрсем, Spring биндерінің веб көрінісінің аймақтары деп аударыпты. Аймақтар область дұрыс келеді. Веб видимости веб көрінісі деп аударсақ болады. Сонда Spring биндерінің веб көрінісінің аймақтары деп айта берейік. Сонымен 9-шы тақырыпқа келеміз. Кітаптың біз енді 15 бөлімнен тұрады. 9-шы бөліміне келдік. Енді оның ішінде 3 бөлімшеден тұрады. Оның ішіндегісі запрос ретінде, запростың айналасында, сұраудың айналасында, веб-приложенияда. Одан кейін сессия кезінде веб-приложенияның және сол веб-приложенияның ішінде барлық толықтай application дейді ғой, бүкіл веб-приложенияға байланысты жұмыс істеу принципін көрсетеді. Соған байланысты 3 бөлімше болғандықтан бізге 3 мысал келтіреді. Енді мысалы қысқаша шолу бөліп келсек, не туралы айтылады? Бұл жерде әрбір біздің жаңағы көріну аймағының сұрау болған кезде, бізге бин өзі жеке бір-бірден экземпляр қояды, сол әр HTTP сұрауға байланысты. Соны жаңа рамкалық запросы деп аталады. И соған байланысты бөлек-бөлектен құрыла береді. Енді сессияға байланысты ол сіздердің жаңағы клиент бір бинге доступ болады, и соған сессия құрылады, и сіз қанша шығып кіріп қайтадан жапсаңызда да, сол бин жалпы осы сессияға бірақ бин болады. Бірақ келесі басқа адам кірсе, оның сессиясы бөлек, бірақ оғанда бір экземпляр бөлінеді. Ол қайта-қайта кіріп жауып жүрсе, браузерін ашып, соны не қылады? Кешіріңіздер. Әр адамның өзінің жеке сессиясы болады. Мысалы, логин парольмен кіргеннен кейін ол сессия пайда болады. И сол сессияның арасында сіз 30 минуттың ішінде өзіңіз жұмыстарыңызды істей бересіз. Ал мына жердегі сұрау кезіндегі болған нәрсе, әр адам тіркеу кезіндегі, мысалы бір сайтқа кірісіп, мысалы колесо тіркелсек, әр адам өзі жеке тіркеледі, и оның жаңа сессиясы сақталмайды. Ол құруға арналған кезіндегі нәрсе болады. Ал мынау жалпылай біздің статик ретінде, синглтон ретінде жүреді. Жалпылай бәріне бірдей болады. Бірақ бұл жерде шын өмірде көп жерде қолданбайды. Негізгі осы екеуі ғана қолданады. Кеттік. Онда енді мына жердегі тақырып бойынша, сұрау бойынша, соған байланысты запростар сұрауға байланысты, HTTP сұрауға байланысты, HTTP-дегі веб-приложенияға сұрауға байланысты көріну аймақтарын дағы қолданатын биндар деп аударайық. Мысалымыз бастайық. Мысалымыз бастағаннан бұрын біз енді өзімізге модель құрамыз, компонент. Ол компоненттің ішінде бізде username болады, паспорт болады, сонда бізде логин мен пароль болады. Енді бізде логин деген метод құрамыз мына жерде. Getter мен setter тұр. Get username, ол username қайтарады, set username-ның мәнін қояды, get password пен set password екеуі сол сияқты. Енді біз мына жерге бір жаңа метод жасаймыз. Методтың аты логин деп аталады. Енді біз осы this деп тұр ғой, мына жерде осы экземплярдың ішіндегі this деп қоямыз, өйткені get username алу керек. Оны логин паролін аламыз дейміз. Енді this-ті біз қоймағанда, бұл жалпы осы кластың ішінен алып түсінбей қалатын еді. Біз мына жерде this деп көрсетіп тұрмыз, әрбір жеке сұраудың өзінің жеке username мен пароль болатын. Сонымен мына жерде хардкод тұр. Мына нәрсе практикада жазылмайды, естеріңізде болсын. Бұл деген нәрселер жаңа базадан басқа жақтан келеді, бірақ оқулық ретінде бізге көрсетілген.
Бізге мына жерде get username деген сырттан келет. Запростан, сұраудан. Соның жаңағы айнымалға тіркеп аламыз. Сонымен жаңа Наталимен сырттан қандай енгіздік, сонымен екеуін салыстырады. И және парольді салыстырады. Егер Натали мен Натали деп келсе, true болады. Паспорт пен паспорт екеуі сондай мәндер келсе, true болады. Ал енді біз қате берсек, ол бізге false қайтарып береді. Мынаны алып тастасақ та болады. Return false деп міндетті түрде былай жазсаңыздар да болады. Сонда мынау сәйкес келмесе, return мен false пен шығып кетеді. Так, кеттік. Енді бұл компонент жасап алдық өзіміз. Енді оны контроллерге саламыз. Енді бірақ біз компонентке веб сұрау кезінде контроллер сол біздің жаңа биніміз шақыратын кезде жеке-жеке оның өзінің жеке экземпляры құрылғанын қаладық. Сол үшін біз жаңа аннотация қосылды, request scope деген. Әрбір сұрауыңызға жеке экземпляр, жаңадан экземпляр құрылады. Енді контроллерге кеттік. Main'ның ішінде ешқандай нәрсеміз өзгермейді, өз стандарт түрі тұрады. Контроллердің ішіне кетеміз. Контроллердің ішінде енді біз енгіземіз. Бұл біздің тақырыбымыздың dependency injection 3-ші бөлім. Биндерді енгізу. Енді біздің контроллеріміз да бинге айналады. Бірақ сол контроллердің ішінде тәуелді бин болады. Логин процессор деп аталады. Логин процессор бізде компонент болып тұр, және де оның көріну аймағы request scope болып тұр. Оны біз мынау конструктор арқылы ендіреміз. Естеріңізде болса, автоварит деп жазудың қажет жоқ деп айттым. Конструкторда жалғыз ғана біреу ғана болса, логин конструкторда. Бірнеше түрі болса, мына егер логин контроллер, бұл кезде сіздерге мысалы қою керек. Менде final болғандықтан, бұл міндетті түрде болғандықтан, мына жерге мен final алып тастасам ғана істейді. Сол себепті. Final болғандықтан маған оның істеудің қажеті жоқ. Міндетті түрде аргумент ретінде жүреді и өзгермейді. Автоварит жазсақ та болады, жазбасақ та болады, төртінші версиядан бастап. Енді біз контроллерге ендіріп алдық тәуелді бинімізді. Енді get mapping'ті шақырамыз. Get mapping'де қарасаңыздар localhost / былай болса, ол бізге login HTML-ға кетіп қалады. Енді бізде get емес, бізге HTTP сұрауымыз, HTTP методымыз get емес, бізге пост керек болса, формадан бірден енгізу керек болса, ал мынау браузерде тікелей шақыру болады. Сонда осыған кетеді. Осындай ретінде мен мына жерге қойып кетемін дебаггерді. Дәлел ретінде көру үшін. Енді мынау жақ түсінікті, ол браузерде localhost деп терген кезде логинге қайтарады бетіне. Постқа барған кезде солда да біздің мына жаққа кетіп, кетерден бұрын біздің пост маппингте пост әдісі болғандықтан getке бармайды. Бізде оның екі параметрі болады. Біздің формада username мен password. Сол екеуі келеді. Соған жаңағы username сырттан формадан келген username мен парольді біз биніміздің логин процессор деген өзіміз ендірген тәуелді бинге соның мәндерін отырғызамыз. Енді мына жердегі мәндер отырғызғандықтан, мына логин процессорының ішінде бізде логин деген метод бар еді. Ол get username мен get passwordқа баратын болатын. Енді біз соның мәндерін сырттан әкеп отырғызып алдық. Енді соның жаңағы true false қайтарғанына байланысты біз модельге логин HTML бетіне сообщение кілтіне месседжке осындай сөздерді қайтарамыз. Егер бізде бұл true қайтарса, сіз кірдіңіз деп айтамыз. Егер біздің жаңағы логин мен пароль сәйкес келмей қалса, false қайтарса, логин файл деп қайтарамыз. Сонымен аяғына кеп, сонымен логин HTML-ға кетеміз. Қарасаңыздар, логин HTML бәріне getке де постқа да ортақ болып тұр. Көрсеңіздер.
постқа міне көрдіңіздер, юзернейм мен паспорт келіп тұр. Міне әдіс пост деп тұр. Аяғы жағында мына посттың формасында тұрған жоқ, текстің мәтіні тұрады. Бірінші рет программаны запуск жасаған кезде, қазір көрсетейін сіздерге. Бізде мынау месседжіміз пустой болғандықтан ештеңе көрінбейді. Міне көрдіңіз, дебагпен ұстап алды, что мен get add методын шақырғандықтан әлі көрдіңіздер, айналып тұр. Мен оны жібере саламын қазір, мына кнопкамен resume программ F9-бен жібердім. Көрдіңіздер, мына жерде текст шығып тұрған жоқ, бірақ біздің HTML немізге логин HTML-ымызды қарасаңыздар, формадан кейін бізде сол текст шығу керек еді. Бізде get запрос болғандықтан бірінші рет логин маған кірмейді. Көрдіңіздер, маған кетіп қалды. Сол себепті ол жерде месседж әлі жоқ болғандықтан ештеңе көрсетілмей тұрады. Енді біз мына кнопканы басу деген пост запросын жіберуде мағынаны білдіреді. Мінекейіңіз қарасаңыздар, пост кетті. Оны юзернейм мен паспорт ретінде параметрлер бізге келеді. Кешіріңіздер. Сонымен мына жерге дебаггерді қосып қойдым, қандай параметрлер келгенін білу үшін. Натали мен паспорт деп тереміз. Енді қарасаңыздар, мен сырттан келген Натали паспорт келді. Енді оның мәндерін орнатады. Сонымен мына жерде мен жүргізе берем. F8 батырмасын басу арқылы, немесе мына кнопканы басу арқылы. Орнаттық. Енді мен жаңа логин процессордың ішінде get username мен set password Натали болғанын білгім келсе, мына жерде evaluate expression деген батырманы басамыз, Alt F8. И мен жаңа өзімнің бинімнің атын жазамын. Биннің аты логин процессор. Енді шынымен пароль set паспорт орнатып ма білем. Иә, келді паспорт болып. Username-ді тексерем. И Натали келіп тұр. Жарайды. Егер маған осының ішінде кіру керек болса, мен мына жерде step into деген кнопканы басам, немесе F7 батырмасын басам. Сонымен кірдім мен. Не кіріп кеттім да, сонымен шығып кеттім. Енді логин бізге тұрға айтқандықтан, месседж осылай деп, мынаған кетеді, мына жағын бармайды. Сонымен логин HTML-ға қайтадан қайтарады мені. Кешіріңіздер. Міне. Логин ин деп шықты. Енді мен мысалы Наталидің орнына бұл постпен қайтып келгендіктен бізге осылай шықты. Егер мен мынаны қайтадан басып берсем, getке кетіп қалады. И мына жерде жаңағы қалып қалды мына жерде. Ctrl F5-пен басайық. Мен басып жатырмын. Дебаггерінде тұр екен ғой. Дебаггерін алып тастадым. Міне көрдіңіздер ме? Таза болып тұр. Сонымен логинмен кірдім. Дұрыс. Қате берсем, логин файл деп сол берген шартқа байланысты осы екеуінің біреуіне атрибутына кілтіне барады.
сонымен мәні шығады. Бұл нәрсе біздің үйренген нәрсеміз. Әрбір сұраудың өзінің жеке аймағы болады деген сөз. Ол шын өмірде мысалы көп жерде кездесетін нәрсеміз. Мысалы колеса сайтына кірген кезде, немесе де мысалы регистрация деген басқанымыз осы нәрсеміз. Әр адам өзінің жеке сұрауы болады. Сол себепті өзінің жаңағы бейіні құрылады, экземпляры құрылады. И сонымен жаңағы степ болғаннан кейін жоғалып кетеді. Болды. Жібердіңіз, болды. Ол жерде сақталмайды. А егер мен продолжить басып кіріп болғаннан кейін мен мына жерге личный кабинетті бассам, мен өзім кірген парольмен, сонда мен ол кезде мен сессия арқылы жұмыс істеймін. Сонымен біздің келесі сабағымыз, мысалымыз сессия туралы. Программамыз тоқтатамыз. Енді екінші мысалымыз біздің бірінші біз логин арқылы кіріп алдық. Енді біз келесі бетке өту керек. Main контроллерге. Бұл жерде бізде екі бет пайда болады. Біріншісі логинді байқасаңыздар, өзіміз жаңа өткендей қалай айтып едім мен жаңағы көріну аймағының сұраныс кезіндегісі, сұрау кезіндегі көріну аймағы. Ал енді сессия ретінде. Бұл сол көру аймағы кезінде. Сұраудың көру аймағы кезінде. Ал енді бізге сессия керек. Сессияда бізде жаңа кірген нәрсеміз туралы ақпарат тұрады. Информация, аутентификация, корзинамыз, мысалы страницамызды жауып қайтадан ашу керек болған кезде, басқа беттен басқа бетке ауысқан кезде бір сол бейінімізге біз қайтып келуіміз керекпіз. Ал бірінші мысалымызда біз қайтып келе алмайтын едік, өйткені біз әр адамның запросы жеке әртүрлі жеке экземпляр болғандықтан юзернейм мен пароль әртүрлі болады. Енді логин мен бізде майнден жалғанады. Логиніміз қала береді, логин процессіміз қала береді регоскоп ретінде. Енді бізге жаңа компонент қосылады. Міне сервис деп тұр. Session scope деп аталады. Енді оның ішінде жаңағы username, set username тұр, болды. Енді мынау ештеңеміз өзгергенде қатты өзгеріс болған жоқ, бірақ енді біз логин процессордың ішіне біз енді өзіміздің session scope'қа байланысты компонентімізді ендіреміз. Ендіріп алдық. Енді логин жасаған кезде результатын пока что false болып тұрады. Енді біз Натали мен жаңа юзернеймді сырттан келген тексереміз. Егер сол рас болса true қыламыз. Енді менеджмент сессияға байланысты біз юзернеймнің атын қойдық. Сонымен бізге бұл логин true қайтарады. Енді біз логин контроллерге қайтадан кеттік. Логин контроллерде егер бізде логиніміз true болған болса, біз жаңағы месседж бойынша шығарып едік қой. Енді біз аламызда логинмен өткеннен кейін пароль мен юзернейм мен пароль дұрыс болғандықтан, енді біз main контроллерге жіберіп тастаймыз. А егер өтпей қалса, біз оны логин failed деп қайтадан логиннің HTML-на мына бетке қайтадан жібере береміз. Main контроллер кеттік. Енді біз жағаны айтқандай міне көрдіңіз бе, redirect деп mainға жібер дейді. Main контроллерге барамыз. Ол жерде logout деген параметр болады. Қазір көрсетемін. Егер ол logout жаңағы пустой болмаса, нул болмаса, біздің енді юзернеймді, өзіміздің сессиядағы юзернеймізді обнулять етеміз. Нул қыламыз. Оны жоқ қылып жібереміз, да? Енді бізде logout әлі пустой болады, нул болады. Сонымен мынаяқ өтіп кетеді біздік. Енді кеп get username бізде сессияға байланысты логинді тіркеп алдық қой set username. Соның егер паролі жаңа username бос болса, нул болса, біз оны қайтадан қайда қайтарып тастаймыз? Логинге қайтарып тастаймыз.
егер бәрі бар болса, біз оны username кілттік сөзіне модельге оның мәнін береміз. Енді ол main HTML-ға кетеді. Main HTML-дің ішінде welcome Natalie деген жазу шығады. Енді main logout деген now сілтемені бассақ, mainға қайтадан барамыз. Мына жердегі logout'ымыз біздің null емес болғандықтан, енді біз username'ді null қылып тастайды. Енді мына жердегі біздің username'іміз null болғандықтан, мына жерде бізде username null қайтарады. И сол себепті nullға тең болғандықтан бізді бұл логинге қайтарып жібереді. Debug режимінде қосайын. Сессияға сақталған кезде өздеріңіз Spring өзі сессиясы болады. 30 минут уақытында сіз бір беттен екінші бетке ауысып жүре бересіз. Наталиме кірдік. Міне welcome Natalie деп тұр. Сессиямыз тұр. Мынаны мысалы жауып тастайын. Қайтадан ашсам да сол Наталиме мөп тұра берем. Logout десем, тазаланып жерді да. Енді мен мысалы кірейін десем кіргізбейді. Енді былайынан Наталимен дұрыс кірем. И менің жаңа уақытым тұрады. Міндетті түрде өзінің уақытысы 30 минут. Оны тексеру үшін сіздер servlet session timeout 30 минут деп тұр. Duration. Өздеріңіз уақытын қоя берсеңіз болады. Қоймасаңыздар 30 минут, өздеріңіз 1 минут деп қойып тексеріп көрсеңіздер болады. Енді соңғы тақырыбымыз қалды. Бұл бәріне общий, ортақ, counter ретінде жүреді. Бұны қолдану қажет жоқ деп айттым жаңа сіздерге. Бұл жерде не болады? Login мен main болады. Мына жерде енді бізге login count service деген қосылады. Оның несі жаңа аннотациясы қосылады. Application scope деген. И ол жалпылай санап отырады count. Increment жасап. Енді оны қарасаңыздар login management'ның сервисінде ол жоқ. Login процессорде қосылды. Login процессорым login контроллердің ішінде тұр. Main контроллердің ішінде login count сервис тұр. Көрдіңіздер ме? Так. Login count сервис, процессорның ішінде login сервис тұр. То есть әр түрлі жерде тұрса да, бірақ жалпылай ортақ болып кетеді. Енді бұның нәтижесінде қалай айтсам екен қазір. Порт қосылуы дейді. Үшіншісін қосам. Міне. Натали болып кірді. Кеттім, қайтадан қайтып келдім, жалпылай. Менде мысалы мына жерде логауттен басқа кодымда Натали емес, басқа парольді не қыпсам да, мына жерде кодымды өзгерткенге еріндім. Мына жерде жаңа тағы да өздеріңіз үйде тексеріп көріңіздер. Тест деп. Программамды өшірген кезде ол жаңағы счетчиктерім бәрі өшіп қалады мен қазір. Міне Натали бір болып тұр. Міне көрдіңіздер ме? Қай жақпен кірсекте де бәріне жалпылай ортақ мән алып кеткендіктен бұл программаңызды сіздер перезапись жасамағанша жалпылай на уровне application'a жүре береді. Сол үшін бұны қолданбайды. Бұны қолдану үшін бізде базадан қолданады. Базадан әр адамның өзінің жаңағы историясын бәрін жазып жүреді. Мен бүгін біздің тағы да қазақша айту қиын болып тұр мынау сөзді маған. Spring Boot'ның веб көрінісінің аймақтарының 3 жолы туралы айтылды. Біреуі сұрауға байланысты HTTP
сұрау аймағына байланысты, біреу сессияға байланысты, біреу жағына жалпы бүкіл көрінісі программаға қатысты. Сұрақтарыңыз болса жазып отырыңыздар, қолдап отырыңыздар, лайктарын қойып отырыңыздар, өйткені дизлайк пен лайк қойғандарыңызға байланысты мен түсіру сабағын үлкейте берем. Одан кейін жаңағы популярность қалай жинау керек екенін, лайк сұрамау керек екенін нәрсенің бәрін қарадым. Бірақ та бұл каналды танымал қылғанда бір пайда көру емес. Болашақ жаңа қазақтардың қазақша IT контенттерін көбейту. Менде де біраз қазақша сөйлеудің дұрыстап келе жатырмын. Кейбір жерлерін орысша қосып жіберем. Оны түзеп отырыңыздар. Рахмет сіздерге. Резюмесін оқып жүрейік. Область видимости в рамках запроса, жаңа айтқандай, әрбір жаңа экземпляр құрады, әрбір сұрауға. Сессия кезінде бір ғана сессия құрылады, и сол бір нақты клиентке байланысты өзінің жеке ғана экземпляры болады, и сонымен жұмыс істей береді. Енді 10-шы сабағымызда біз REST-ті қалай жасау керек екенін, біз енді алдыңғы сабағымызда Spring Boot-тың MVC қолданған болатынбыз. Енді біз тек қана REST-тің JSON форматында немесе XML форматындағы көрсетуін көрсетеміз. Бұл жерде ешқандай веб HTML-клар болмайды, тек қана JSON ответ қайтарады. Келесі сабағымыз, Құдай қаласа, ертең 10-шы сабақ түсіремін деп ойлаймын. Рахмет, сау болыңыздар.